Zaki деген атам. Zaki деген ата. Қалай жез аты? Науқанай. Нешінші атаң? Менің фамилиямның ағасы ғой. Исалданың ағасы. Мықты салған екен. Құлтастар ма еді ішінде? Құлтас жоқ шығар. Ал елсіздер неге құлтас қоймай жатсыздар оған? Қайда сен біліп тұрсың жәкең. Сіз айтқан біліп көріппін. Құлтас қойып отыр ғой. Иә. Көттемді қырттан балаларың ба? Иә. Атамның аты? Иә. Кім деген кісі? Жәкі деген кісі ма? Молда. Нешінші атам? Менің фамилияммен бірге туысады. Ағайын, ағасы. Әкесімен? Жәкі, Қалымбет, Жәкі, Шәкі, Исалда. Кім болған кісі бұл? Тоққа кім? Қадип. Емші. Мына жақ біледі. Әлпейіс сөре салған ғой, Иә, қазір мынау не деген жерге келіп тұрмыз? Науқанай деген жер. Сарбұлақтың қанша километр Сарбұлаққа бұл? 20. Соның батысында ғой, Сарбұлақтың батыс жағы ғой. Жоқ, түстік жағы. Түстік жағына келіп. Бұл Жәкі атамыз ғой. Бұл Жәкі атам туралы бір өзіңнің мәліметіңізді айтып өтсеңіз. Жәкі атамыз өтен деген атамыздың 4 баласы болған. Қалымбет, Жәкі, Шәкі, Исалда. Мен Исалдадан тараймын. Немересі. Иә, немересі, шөбересі. Ал енді бұл Жәкі атамыз молда әкеліп, бөтен әкеміз оқытқан. Оқытып, сол молданың неғып кеткен кезде, шақырыспаға кеткен кезде дуа кітабы бар екен. Сол дуа кітапты алып, молдаға бермейді екен дуа кітапты. Соны жазып ала берген ғой. Жазып ала берген, кеулі әбден кеткен ғой. Соны бір күні молда қайтатын уақыты болған. Соны дуа кітабын сұрапты молдадан. Ай, сен қайыр алмайсың ғой, мен бере алмаймын ғой депті. Сол кезде бермесеңіз бермей ақ қойыңыз, мені жазып алдым деп. Ох, саған ауды енді. Менен кетті саған ауды деп кітапты беріп кеткен молда. Сонан бастап бұл кісі жылан шаққанды, қара құрт шаққанды емдейтін кісі болған. Атам айтып отыратын еді. Мен атамның қасында көп жаттым ғой. Кәрібайдың асы болып жатқан кезде Бақ атамыз шақыртып жіберді. Қан келді үкаяқ деген кісіні қара құрт шақыпты, келсін жетсін деп. Сонымен менің атам сол кезде тайға шабатын бал едім дейді. Соған еріп бардым дейді. Соның бар, мына жерде баяшының сояқта баяштарын шаптырып, үйді тіктіріп, ана қангелді қояқты киізге орап бұл жаққа қойып, ақштан ақ көйлекпен оқыды дейді. Іргені ашып тастады дейді. Сызды дейді екі жерден. Сол мен ана сүт дейма, су дейма бірдеңе қойды дейді да. Іргеде мен отырмын баламын дейді. Содан малшынып тұрып оқыды дейді. Жаздың күздің терлеп. Жаңа қара құрт келіп қайтып жүрді, өзін өзі піш болды дейді. Анау Қангелді ұқаяқ жазылып кетті, сейіп жіберген екен дейді. Қангелді ұқаяқ деген кісі сейіп жіберген екен дейді, киізге орап қойған ғой. Соның мәңгір сөңгір жазылып кетті. Өз көзіммен. Қай жылдар өмір сүрген кісі? Бұл енді Бақабидің тұсында өмір сүрген ол. Руларыңыз қандай? Қойшыбай аталы. Қойшыбай. Кедей, Жоқ, өтеннен тараймыз. Ани жердікі мекен? Ішінде алтындар жоқ қой. Қай жылдар соғылған ұстасы болған? Бұл атамыз өзі үйлеп, өзі аталарымыз. Жаңағы не әлпейіс төреге соқтырған. Әлпейіс төре ме ұстасы? Ана төмендегі құмбызы ғой деймін ар жақта, ар жақта төменде бір не тұрған. Төмендегі заводы дейді ғой. Құмбызы дейді ғой, үйлеп өзі. Енді атаның құдығы бар дейді. Атаның құдығына жаңағы бір мылтықпенен бір қылыш бар дейді. Қылыш бар дейді. Енді атаның құдығын білмейдім мен, көкем біледі. Оңғардағы құдық емес па? Жоқ, осында кім көкеңіз кім? Сұрамадың ба? Осы оққа дейін? Сұрағанда осы қой бағып отырған ғой осы қатарда. Сол кезде жас жігіт едім, қазып алғым келді дейді жаңағы.
әкешім бастырмады дейді құлап кетіп Айта бермеңдер, қаза дертің. Ол деген орталыққа дейін ауыздан ауызға келді. Ол омылтық жатқан дейсіз ба? Бір алып кеткен шығар. Жоқ, ондай нәрсені айтса болады. Ешнәрсе Жоқ, тарих ұзаққа дейін айтылды ғой деймін ғой. Біреу алып кеткен шығып қойған деймін да. Құрым бүйге ораған болса шермейді, сол боймен жатыр ғой ол. Жуан шата әлі білетін шығар қай жерде екенін ол құдық. біледі бірақ қазір енді үлкен